Белгілі, бәріміз білесіздер, мынау бұл орамал мәселе не екен, парыз екен белгілі. Бір қызық нәрсе айтқым келген, енді мынау неде кеше бір қол жиналды, бір петиция болды, қол жиналды, осындай өтініш, осы орамал рұқсат етілсінші деп жаңа біз киюге нелерде, енді жұмыстарда, оқу орындарында. Ең қызығы нәрсе, біз енді мынау бір әлемде қазір интернет деген бір не ауыл сияқты дейді, бүкіл білет, кім қандай шетелде не болып жатыр, қай жақта болып жатыр деп білеміз ғой, бәрі ғаламтор арқылы. Сонда біз спорт додады қарасақ, спорт додада ана жерде орамал таққан адамдар жүреді ішінде, спортшылар болсын, ана волонтер де жүреді. Сосын басқа бір нені қарасақ, бір үкіметтердің бір жиналыстар, бір ол жерде де орамалмен жүреді, басқа бір елде. Сосын өткен жай неде де қарасаңыз, кино түсіретін неде. Ол жерде де қарасаңыз, ол жерде де орамалмен жүреді, кәдімгідей неде, мектепте қыздар, кішкентай қыздар орамал тағып жүреді. Сонда енді батыс елдерді бізде солар ғой, демократия дейді, негізі бір сайлау өткенде мынандай үлкен біреулер жеңбейді, тепе-тең бір нәрсе береді, сондай не жасайды. Енді сол үлгі көрсетеді, олар бұрыннан сол осы жолмен жүр ғой, жаңа демократия деп, не істеймін деп. Сол кезде жаңағыдай ешқандай тыйым салмайды. Басқа мұсылман емес елдерді соны тыйым салмайды. Енді біреулер барады, осының проблемасы тыйым салады. Не себептен бір сылтау бар, зайырлық деп айтады. Зайырлық нәрсені былай оқып зерттеген кезде, оқитын адам зерттеген кезде көреді, ол жерде не дейді? Біреудің несіне тиіспейсің хақына. Ол дін ұстаймы, ұстамаймы, өзі біледі. Қандай жүреді, өзі біледі. Сен оған шаруан жоқ деп сондай. Ол сондай принцип екен. Ал біреуге араласып, сен былай істеме, не қылма деп, ол жатпайтын екен нәрсе. Енді осы мәселе енді сол Алла тағала дұрыс шешуге нәсіп етсін. Дұға жасап, не істеп, енді Алла тағала не берсін, білім, дұрыс түсінік берсін. Бұл жерде ойлаймын, білімге де байланысты, өткені білім болмаған адамдар оны да түсінбейді. Енді жан-жақ қарау керек қой. Енді сен анадан ақылды емессің ғой, жаңағы бір жақтан шетелде жүр ғой, үлкен сол, оларда саясат, оларда бәрі сол демократия, басқасын зайырлық ұстанады. Енді ол жерде неге тыйым салмайды, неге ол жерде еркін жүреді сол орамалмен? Сен солардан артық біліп отырсың ба, сонда бәрі осы нәрселерді әлі білім жетпей жатыр ма? Енді осы нәрсеге енді хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім мұсылмандардың қамын етпесе жағдайын, ол олардан емес. Енді әрбір дұрыс мұсылман қам етеді, уайымдау керек осындай жағдай.